Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды мына өлең жолдармен бастасам деймін. Қайырлы күн досым, қайырлы күн болсын. Бүгінгі күн біз үшін сәттілікке толсын. Бүгінгі біздің өтетін жаңа сабағымыз Мұхтар Әуезовтың Бала Абай шығармасымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабақта сенің білетінің шығарма мазмұны. Меңгеретінің шығарманың мазмұнын жоспар бойынша өз сөзімен толық мазмұндау, бағалауға негізделген сұрақтар қою және оған жауап беру. Сабағымызды бастамас бұрын қысқа бейне жазбаға назар аударайық. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы 1845 жылы Семей өңірінің қазіргі Абай ауданындағы Шыңғыстау бөктерінде дүниеге келген. Абайдың шын аты Ибрахим. Әжесі еркелетіп Абай деп атап кеткен. Абайдың ата тегі, тәрбиеленіп шыққан ортасы, тобықтының шынжыр балақ, шұбар төс, ауқатты отбасы болған. Әкесі Құнанбай аға сұлтан, болыс болса, аталары Өскенбай, Ырғызбай, атақты әйгілі билер болған. Болашақ ақын жас кезінен өлең, әңгімеге әуес болып, әжесі Зере мен анасы Ұлжан аңыз әңгімелерін барлық ынтасымен тыңдайтын. Ауыл молдасынан арабша сауат ашқан Абайдың әкесі 12 жасында оны Семейге оқуға жібереді. Абай Ахмет Риза медресесінде оқыды. Медреседе араб, парсы тілдерін жақсы меңгереді. Ойланта ойын арқылы мына тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші тапсырма. Бала Абайдың бөлек бір досы кім еді? Бұл сұраққа жауап беру үшін мәтінді бірге оқиық. Биыл Абайдың жасы 13-ке толған еді. Бойы өскен, қол-аяғы ұзарған. Ол атқа мініп жүруге жарағанымен үйден көп шықпайды. Өзге балалардан гөрі басқа бір ермек, бөлек бір дос тапты. Онысы әжесі. Одан қала берсе шешесі. Абай биыл ғана анық байқағандай. Мұның әжесі біртүрлі әңгімеші екен. Қызық сөйлейді, әңгімесін дәмді ғып, қызықтырып айтады. Жарайсыздар балалар, оқып болсақ, Бала Абайдың бөлек бір досы кім еді? Сұраққа жауап беріп көрейік. Тамаша, жарайсыздар. Абайдың досы әжесі еді. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Бала Абай нені ерекше жақсы көреді екен? Бұл сұраққа жауап беру үшін мәтінді бірге оқып көрейік. Бірде Абай сырқаттанып жатып, әжесінен әңгіме айтуын сұраған. Сонда әжесі ойланып отырып, бұлдыр-бұлдыр күн өткен, бұрынғыда кім өткен, деп кішкене тақпақтап бастап еді. Абай соны ұғып қалыпты. Келесі жолы әңгіме сұрағанда әжесінің тізесінен ақырын қағып, бұлдыр-бұлдыр күн өткен, бұрынғыда кім өткен деп тағы да әңгіме тілегенін білдіруші еді. Кәне балалар, жауап нұсқаларына назар аударып көрейік. Бала Абай нені ерекше жақсы көреді екен? Дұрыс айтасыздар. Бала Абай әңгімені ерекше жақсы көреді екен. Жарайсыздар. Келесі тапсырма. Бала Абайды ертегілерді ынтыға тыңдағанына қарап, қандай бала деп сипаттауға болады? Бұл сұрақтың жауабын табу үшін мәтінді бірге жалғастырып оқиық. Әжесі әуелде көп ертегілер айтқан. Абай қажымай, жалықпай, ылғи ынтыға тыңдайтын. Кейде әжесі шаршап айтпай қойса, шешесіне жабысатын. Ұлжан да көп әңгіме білуші еді, және ол көбінесе өлең сөзді жиі айтатын. Ендеше балалар, жауап нұсқаларына назар аударып көрейік. Бала Абайды ертегілерді ынтыға тыңдағанына қарап, қандай бала деп сипаттауға болады? Тамаша, дұрыс айтасың.
Бала абайды зерек, білімпаз деп сипаттауға болады екен. Келесі соңғы тапсырмаға мұқият бол. Бала абай шығармасын қай жоспарға сүйеніп мазмұндауға болады екен? Жақсылап ойланып, нақты жауабыңды бере қой. Дұрыс айтасың, мына жоспар бойынша мазмұндауға болады екен. Ал ендеше жауабымызды тексеріп қарайық. Бала абай шығармасын қай жоспарға сүйеніп мазмұндауға болады екен? Бірінші, бала абайдың 13-ке толып өзге дос табуы. Бала абайдың әжесінен әңгіме айтуын сұрауы. Және анасының ертегі айтып беруі, көп әңгіме білуі. Яғни балалар, тамаша. Осы жоспар бойынша сіздер мәтінді мазмұндай аласыздар. Бүгінгі сабақта сіздер шығарманың мазмұн жоспар бойынша өз сөзімен толық мазмұндадың, бағалауға негізделген сұрақтарды қойдың және оларға жауап бердің. Балалар, енді шығармашылық жұмысқа назар аударайық. Мына берілген суретке зер сал. Сұраққа жауап беріп, тапсырманы орында. Сұрақтар. Суретте кімдер бейнеленген деп ойлайсың? Мәтінге сүйеніп, әжесі мен абай арасында диалог құрастыр. Яғни балалар, шығармашылық жұмысты WhatsApp желісі арқылы орындап, кері байланыс жасауды ұмытпаңыздар. Балалар, енді сабағымызды қорытындылайық. Олай болса, бүгінгі сабақтан алған әсерімізді кітаптар әдісімен бөлісейік. Маған бәрі түсінікті болды десеңіз, жасыл кітапты салыңыз. Ал егер мен жақсы түсіндім десеңіз, қызыл кітапты салып қойыңыз. Ал мәтін бойынша түсінбегенім бар, ізденуім керек десеңіз, көк кітапты салып қойыңыз. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.